Sizler үшін bundan жақсы variantты таба алмадым. Видеоны өткерместен ақырына шекем көрің. Осындай 2 этажлы жай, ажайып локациядан шығып тұрды. Жақсы бақа айтылып атырды. Келің үйіңізге кіріп көреміз. Қымбат бақалы ескілерден қойылған, осындай текшелерге де өтімар береміз. Ажайып қылып істетілген. Көріп тұрған жайыңыз социализмде жайласқан, яғни юридический колледжінің қасында. Бұл тараптан бастасақ, асхана бөлмесі бар. Асхана мебельдері, газ плита, кондиционерлер, люстралар, құлласы видеода көрген затларыңыздың көпшілігі қалады деп атыпты. Үйдің иесіменен байланыс көрсеңіз болады. Осы жерде жайымызда статуған 2 контурлы котел жайласқан. Ariston брендіне тиесілі ең басты шыққан жақсы котелларымыздың бірі осы жайдың жылылығын тәмелеп береді. Көріп тұрғаныңыздай, бұл тарапқа өтетін болсақ, тазалық буыны бар. Раквина, ванна, сондай кафелер ажайып қылып істетілген екен. Бәрінше ниет етіп отырғанларға сондай жайлар бұйырсын дейміз. Мейманхана бөлмесі. Бұл бірінші этаждағы мейманхана бөлмесі. Ажайып көріністе. Бұл жайымызда жақсы жері магазинде бар. Магазин ашып алсаңызда бұл жерден дарамат табуыңыз анық. Екінші этажға көтерілеміз. Және де парной бар. Жақсы ниетпенен істеніп отырған жай. Бүгін сатуға қойылып жатырды. Айрым бір себеплер менен. Wi-Fi бар жайымызда. Көріп тұрғаныңыздай бұл жақта сондай бір бөлмесі болады екен. Яғни жатақхана бөлмесі. Бұл тарапқа өтеміз. Бұл тарапта да және бір мебельдері бар. Көріп тұрғаныңыздай бұл да жатақхана бөлмесі. Бұл тарапқа өтсек, бұл тарапта да үшінші жатақхана бөлмесі жайласқан. Хәмде бұл тарапқа және бір жай қосылған екен. Бұл да кең бөлме. Бұны зал қылсаңыз болады, яғни мейманханада сондай кең болады. Бұның үшін бұл айнаны бұзып қапы қылдыртуыңыз керек. Бұл тарапқа кеңінен қосылған деп атыпты. Фундаментке осындай блоктан ісленген екен. Жақсы, осындай өзім жасайман деп салынып атырған жай айрым бір себептерменен сатуға қойылып атыпты. Бұл тарапта хажетхана болады, парное болады, және де осындай қоймаханалары істетілген екен. Адызлардан кең 6 сотикке салынған жайымыз. Көріп тұрғаныңыздай артқы жақларда да осындай фасад жұмыстары істетілген. 100% тас кірпіштен осындай шипарларға да ажайып қылып шипарланған екен. Төменлері плитадан деп айттым. Жайымыздың ең жақсы жері өзінде осындай магазинде болады екен. Осы жерден магазин ашсаңыздар дарамат алып отыруыңыз анық, себебі жақын тарапта магазин жоқ деп атыпты. Манзиліміз Мамық көшесінен екінші жай. Көріп тұрғаныңыздай қоңсылары жақсы деп атыпты. Келің магазинге кіріп көрейік. Осындай барлық затларды ойластырып істелген екен. Пластик айналардан қойылған. Осындай розеткілер, басқа да монтаж жұмыстары барлығы күйелеген қылып істетілген екен. Бақасына келетін болсақ, бақасын 895 миллион сом айтаман, келісіп қайтып беремен деп атыпты. Тезірек төмендегі номерлерге байлансын. Осы ажайып жайымызды алып үлгерің. Осындай жақсы ұсыныстарды өткере болмау үшін біздердің Дәулет үй жай каналына ағза болуды ұмытпаң. Қазір біздерде шегірме болып атыпты. Шегірме бақада жайыңызды реклама істетсеңіз болады. Лайк басқан әрбір инсанға осындай жақсы маратлар бұйырсын деп қаламын. Sizler үшін bundan жақсы variantты таба алмадым. Видеоны өткерместен ақырына шекем көрің. Осындай 2 этажлы жай, ажайып локациядан шығып тұрды. Жақсы бақа айтылып атырды. Келің